Жер серігі ай. Жердің бір ғана табиғи серігі бар, ол ай. Айда атмосфера жоқ, сондықтан көк жүзі үнемі қараңғы болып көрінеді. Беткі қабаты метеориттердің соқтығысуынан пайда болған көп мөлшердегі кратерлермен қапталған. Кратер дегеніміз аспан денесінің жоғарғы бетінде пайда болған шұңқыр. Айдың жерді айналатын орбитасының қашықтығы 40 000 километр, және оның орбитасы эллипс түрінде болғандықтан, ай жерге үздіксіз түрде жақындап, әрі алыстап отырады. Ай жерді 28 күнде бір рет айналып шығады. Ай жарық көзі емес. Жерден қарағанда ай қараңғы түнді жарықтандырып тұрғандай көрінеді. Күн сәулесі ай бетіне шағылысқандықтан, ол түнде жарқырап көрінеді. Ай жерді айналған кезде күн мен айдың арасына кіріп, күн сәулесінің айдың бетіне түсуіне кедергі келтіреді. Қараңғыда қалған ай аз ғана уақытқа жерден көрінбей қалады. Бұл құбылыс ай тұтылу деп аталады. Бұлтсыз түнде ап-анық көрінетін бұл құбылысты күн тұтылуымен салыстырғанда жердің көп аймағынан тамашалауға болады.